Аяулы арман. Күздің қара суық таңы. Ауыл вокзалынан шығып келе жатқан Айманның қолында үлкен көк шабаданы. Ішінде анасының мұқият бүктеген киімдері. Бір жапырақ сәттілік тілеген хаты бар. Қалаға алғаш аяқ басуы. Алдында беймәлім болашақ, артында қара шаңырақ. Анасының «Жолың болсын қызым» деген дүрілдеген үні ғана. Айман қарапайым отбасынан шыққан еңбекқор қыз. Әкесі ерте қайтыс болған, анасы күн түн демей жұмыс істейтін, әлі де есінде. Анасы босағадан ұзатпас бұрын, «Қызым, адам бақытты болу үшін ең алдымен өзіне сенуі керек. Ерге қарап өмір сүрме, өз тағдырыңды өзің жаса» деген еді. Бұл сөздер жүрегінде шегендей батып қалған. Алматы, биік үйлер, қаптаған көлік, жатақхананың у-шуы. Қала өмірі оған алғашқыда қорқынышты көрінгенімен, көп ұзамай Айман үйреніп кетті. Сабаққа ұқыпты, ұстаздардың көзіне бірден түсті. Дегенмен, ішінде бір мұң, бір сағыныш жүретін. Ол ауыл, ол анасы. Бірақ ол бұл сағынышқа бой бермей, алға ұмтылды. Себебі оның арманы бар еді. Жатақханада бірге тұрған қыздардың бірі Айманды Талғатпен таныстырды. Талғат та ауылдан келген, момын, көп сөйлемейтін, өте сыпайы жігіт. Екеуі бірден тіл табысты. Түнгі серуен, университеттің артындағы ескі ағаштардың көлеңкесінде ұзақ әңгімелер, бір-біріне бауыр басып қалды. Айман алғаш рет махаббаттың не екенін түсінгендей болды. Талғаттың жанында өзін қауіпсіз сезінді. Талғат оны еркелететін, құрметтейтін. Бірақ 4-ші курстың соңында Талғат үйлену туралы сөз қозғады. «Сені алып кеткім келеді. Анам сенімен танысқысы келеді» деді. Айман үнсіз қалды. Іштей, «Мен ауылға қайта алмаймын. Арманымды ауылдың шекарасында тұншықтырғым келмейді. Қаладан өз орнымды табуым керек» деп ойлады. Ол Талғатқа «Мен әлі дайын емеспін» деді. Талғат ауыр күрсініп кетіп қалды. Сол кеткеннен мол кетті. Бұл Айманның жүрегіндегі алғашқы жара еді. Университет бітті. Жұмыс табу оңай болмады. Қаланың арзан жатақханасында бір бөлмелі пәтер жалдады. Таңнан кешке дейін жұмыс, кешке қарай жалғыздық. Әр демалыста үйге бара алмады. Себебі қолында ақша жоқ. Ара-тұра анасына хабарласатын. Бірақ оның әр қоңырауы «Қашан тұрмысқа шығасың айналайын» деп аяқталатын. Ол сұрақ Айманның жанын қинайтын. Жылдар өте берді. Айман жақсы бір мекемеге жұмысқа орналасты. Жалақысы тұрақты, киім киісі өзгерді, шаш үлгісі заманауи, сөзі нық. Бірақ жалғыз еді. Жанында бірге қуанып, бірге шаршайтын адамы болмады. Кездескен жігіттерден бір мін табатын. Бірінің түрі, бірінің мінезі, енді бірінің өмірге көзқарасы ұнамайтын. Іштей махаббатты аңсағанымен сыр бермейтін, мойындамайтын, өзіне де, өзгеге де. Айман 35-ке келгенде ішкі жан дүниесі тіпті шаршап кетті. Кешкісін үйге келгенде үнсіздік пен бос қабырғалар қарсы алатын. Теледидарды қосып қойып, ыстық шай ішіп отырып, терезеден сыртқа ұзақ қарайтын. Адамдар асығып бара жатады. Бірінің қасында жары, енді бірінің қолында баласы. Ал ол жалғыз. Жыныстық қатынасты да аңсайтын. Тәннің ғана емес, жанның да жылуын сағынды. Адам жанында болып, құшақтап, еркелеткенін, ұйықтарда шашынан сипағанын, тіпті ұйқыдан оянар жылы сөзді аңсады. Бірақ бұл мұндай дүниелерге жеңіл-желпі қарағысы келмеді. Ол үшін жақындық, сенім мен махаббаттың көрінісі еді. Сол себепті бойдақтықтың да, тәуелсіздіктің де тәттісі азая бастады. Шаршады. Бір сарынды өмірден. Күн сайын қайталанатын маршрут, бос кеңсе, жалғыз түскі ас, кешкі жалғыз шай, бәрі жанына батып жүрді. Осы күйде жүргенде бір күні желіде сыныптастар кездесуіне шақыру келді. Басында мүлде барғысы келмеді. Не бетіммен барам? 40-қа жақындап қалдым. Не күйеуім жоқ, не балам жоқ, не жетістікте көрсетерім жоқ деп ойлады. Бірақ ішкі дауысы «Барып көр, мүмкін бір өзгеріс болар» деді. Кешке барынша дайындалды. Қымбат парфюмі, әдемі көйлегі, сәл де болса жымиған жүзі. Кешке кіргенде бәрінің назары соған ауды. Сыныптастары таңдана қарады. Бірақ сыбырлар да естілді. Айман әлі тұрмыс құрмаған екен. Мынау неге жалғыз келді екен деп. Айман күлді.
бәріне күлімдеп жауап берді. Бірақ ішінен бос еді. Өзінен бұрын оларды емес, олардың жанындағы балаларын көріп көзіне жас келді. Мен де ана болғым келеді, деді іштей. Сол кеш Айманның жаңа шешім қабылдауына түрткі болды. Сыныптастар жиыны аяқталды. Айман кездесуден кейін үйіне қарай бет алған. Айналасында сыныптастарының күлкісі, өмірлік жұптары мен балаларымен әңгімесі, қуанышы әлі де құлағында жаңғырып тұрғандай. Өз-өзіне салмақты, бірақ ешкімге сыр бермей, таныс көшелермен үйге беттеді. Сол сәтте арт жағынан таныс дауыс естілді. Айман, сені шығарып салайын ба? Деді Серік жай ғана. Айман жалт бұрылып қарады. Қарапайым, бірақ көңілді жүзі бұрынғыдай емес, жылы, байсалды, сыныптасы, бір кездегі балалық шағының бейнесі, енді мүлдем басқа адам секілді көрінді. Кешегі жарықта оның көзіне қарап тұрып, Айман жүрегіне бір әлсіз діріл сезілді. Жеті жоқ, деді. Бірақ жарайды, деді ол жұмсақ жымиып. Көшенің шамдары жымыңдап, екеуінің көлеңкесін ұзартты. Олар үнсіз кетіп бара жатты. Арасында Серік Айманның өмірінен, жұмысы, анасының жағдайы, бауырлары жайлы сұрап отырды. Айман алғашында іштей тартынып тыңдаса да, бір кезде өзі де тоқтаусыз айтып кетті. Аузынан шыққан әр сөзі жанынан бір кесек үзіп түскендей. Үйге таяғанда Серік тоқтады. Қолын жеңіл ғана алып, біраз сөйлескен жақсы болды. Сен мүлде өзгеріпсің, ішіңде бір үлкен дүние жасырып жүргендейсің, Айман, деді. Айман көзін тайдырып басын изеді. Жүрегі жылып, іші біртүрлі босап бара жатқандай. Үйге келгенде Серік есік алдына аялдады. Сенің қолыңнан бір шай ішкім келеді, деді ақырын көзіне тіке қарап. Айман да үндемей бас изеді. Ас үйде шайнақ қайнап жатқан кезде екеуі үнсіз отырды. Бірақ бұл үнсіздік салқын емес, терең, жылы, тұнып тұрған бір нәрсе еді. Шай іше отырып, бір-біріне көз тастап, сыр шертіп отырды. Кенет Серік орнынан жай тұрып, Айманның жанына келді. Қолын ақырын ұстап, саусақтарын сипалай бастады. Айманның жүрегі лүпілдеп, бірдеңені алдын ала сезгендей болды. Серік оны ақырын құшағына басты. Айман алғашында сәл тартынғанымен, кеудесіндегі толқын оған ерік бермеді. Ерніне тиген алғашқы сүйіс ертегі басталғандай әсер етті. Еріндерінен мойнына, иығына еңкие түсіп иіскеп, терісінен тыныстағандай, жанына сіңгендей болды. Айманның санасына болмайды деген үн әлсін тығылып тұрса да, тәні бұрын соңды болмаған еркіндікке беріле бастаған. Бойын ыстық бір ағыс шарпып өтті. Серік оның денесін сүйіспен сипалап, иіліп, ақырын шешіндіріп жатты. Қимылы жұмсақ, бірақ нық. Ол тек ләззат деген жоқ, ол Айманды сезінгісі келді. Сипаған сайын оның тәнімен бірге жанына да еніп бара жатқандай еді. Айман да өз еркін жоғалтты. Өмірінде алғаш рет өзінің де қалауы екенін, тәнінің де, жүрегінің де жылуын іздейтінін анық сезінді. Кереуеттің үстінде жай ғана тән жақындығы емес, ішкі жан әлемдерінің түйісуі болды. Екеуі үнсіз, бір-бірін көзбен ұғысып, әр жанасудан бір-бірінің жарасын жазып жатқандай еді. Түн ұзақ болды. Бірі екіншісін тани түсінгендей, бірі екіншісінің ішіндегі бос кеңістікті толтырғандай. Айманның ішіндегі жылдар бойы жиналған мұң, жалғыздық, ашылмаған нәзіктік, бәрі сол түні еріп кеткендей еді. Таң атып бөлме іші бозара бастағанда екеуі де үнсіз жатты. Серік Айманның арқасынан ақырын сүйді. Айман көзін жұмып, өмірінде алғаш рет біреудің жанында жайлы ұйықтағысы келгенін ұқты. Келесі кездесулер ерекше бір үйлесіммен өтіп жатты. Айман бұрын ер адамдардың жанында өзін дәл бұлай жеңіл сезінбейтін. Ал Серіктің жанында бәрі басқа. Ол асықпай сөйлейді, тыңдайды, ұсақ түйекті есте сақтайды. Айман бір күні ішінен, неге дәл осы адам менің кешігіп жеткен тыныштығым болды екен, деп ойланып қалған. Серіктің әзілдері де артық емес, бірақ дәл мөлшерінде. Бір күні кино көріп болған соң екеуі ұзақ көше бойы үнсіз жүрді. Жай ғана серуен, бірақ ішкі үнсіздіктер бір-бірін әлдеқайда жақын етті. Үйінің алдында Серік, сенің қолыңнан тағы бір рет шай ішкім келіп тұр, деді баяғыдай жұмсақ үнмен. Айман сәл жымиып, сен көп шай ішетін болып кеттің, деді. Сен көп ойланатын болып кеттің, деп жауап берді Серік. Үйге кірді. Шай қайнап жатқанда терезеден түнгі жарық төгіліп тұрды. Айман үстел басына екі кесе қойды. Серік көзін алмай қарап отыр. Бір сәт үнсіздік. Орындықта отырған Айманға жақындап келіп тізерлей отырды.
қолын ұстап. Айман, сен маған күн сайын жақын болып бара жатырсың. Ал мен сені жоғалтудан қатты қорқам деді. Айман үнсіз, тек көздері күлімдеп тұр. Ештеңе айтпастан орнынан тұрып, Серікті қолынан жетелеп бөлмеге кірді. Бөлме іші жылы, жарық күңгірт. Ол үнсіз күйде жүріп, шамды сөндіріп, терезе алдындағы ақ пердені жапты. Тек сырттан түскен ай сәулесі ғана екеуінің сұлбасын жарықпен сыза түсті. Серік ақырын жақындап, Айманның иығына қолын қойды. Иығы дір ете қалды. Бірақ бұл қорқыныш емес, керісінше, әлдебір сеніске ұқсас нәзік діріл. Қолынан ұстап, денесіне тартты. Ерніне ерні тигенде Айманның көзі жұмылды. Бұл сүйіс құмарлықтан гөрі сағыныштың, кешірімнің және бойындағы жиналған нәзіктіктің көрінісінде еді. Серік ақырын оның денесінен сырғып түсті. Мойнынан иығынан сүйіп, саусақ ұшымен сипап өтті. Айман еркін дем алып, өзін толығымен еркін сезінді. Ешкім дәл бұлай сеніп берілмеген еді. Киімдері сыпырылып жатты. Ақырын, нәзік, бір-бірінің терісінен жылу іздеп, тыныстарына тыныс қосылып, шексіз жақындық орнады. Бұл тек тән тоғысы емес еді, жан мен жанның үндестігі. Айман көзінен жас ағарып жатқанын өзі де байқамады. Бұл мұң емес, бұл ішіндегі жабық әлемнің сыртқа шыққан нәзік жалын еді. Түн ұзақ болды. Серік оны құшақтап ұйықтады. Күндер өтуде. Айман мен Серік күнде кездеспесе, бір-бірін сағынып жүретіндей халге жетті. Айман алғаш рет таңертең оянғанда өзін жалғыз сезінбейтін. Құшағы бос болса да, жаны біреуге тиесілі екенін ұққан. Серік те жиі келетін болды. Үндемей келіп, гүл шоғын қойып кететін. Кейде жұмысына түскі ас әкеліп, есіктің алдында тосып тұратын. Ал Айман оған күн сайын үйреніп бара жатты. Бірақ жүрегінің бір түбінде баяғы бір таныс қорқыныш жабысып қалған. Бәрі осылай керемет болып кетер ме, әлде бұл да уақытша ма деген ой маза бермеді. Бір күні таңертең Айман өзін бір түрлі сезінді. Әлсіздік, бас айналу. Алғашында аса мән бергенімен, күн сайын бойындағы өзгерістерді байқай бастады. Бір күні түскі уақытта ауруханаға өзі де байқамай кіріп кеткенін аңғарды. Дәрігерге тексеріліп, «Құттықтаймын, сіз жүкті екенсіз» деген дауыс шыққанда, ішіндегі бүкіл тыныштығы шайқалып кеткендей болды. Айман үнсіз шықты. Жанында ешкім жоқ, өзі жалғыз. Көше бойлап жүріп келеді. Қолында телефон. Білмеймін қалай, бірақ Серіктің өмірін теріп үлгерді. Тұтқаның ар жағынан шыққан таныс дауысты естігенде көзінен еріксіз жас тамды. «Серік, келші». Серік көп күттірмеді. Есік ашылғанда ештеңе сұрамастан құшақтай алды. Айман сол құшақта тұншығып жылап жіберді. Бірақ бұл әлсіздік емес, ішіндегі босап шыққан шындық еді. «Мен жүкті екенмін», деді жай ғана. Серік үндемеді. Жай ғана маңдайынан сүйіп құшақтап тұрды. Айман оның иығында жатып, жүрек дүрсілін тыңдап, тынысын сезіп, бір сәтке бәрін ұмытқысы келді. Алайда іштегі таныс дауыс тыныштатпады. «Сен енді ана боласың, бірақ бұл адам ертең тағы кетіп қалса ше, сен тағы жалғыз қаласың ба?» Осы ойлармен 4 күн өтті. Серік хабарласпады. Айман өзін бос кеңістікте қалғандай сезінді. Қанша өзін сабырға шақырса да, жүрегі алай-дүлей болды. Айтпауым керек еді, бәрін құрттым ба деген ой жанын жегідей жеді. Кенет есік қоңырау шыр етті. Айман есікті ашқанда дәл алдында Серік тұрды. Көзі шаршаңқы, бірақ нық. «Мен ойландым», деді ол. «Бұл бала, бұл өмір. Мен сенен де, баладан да бас тартпаймын. Тіпті керісінше, мен сендердің жандарыңда болғым келеді». Айман үнсіз тұрды. Көзінен жас бірақ тамшы сырғып түсті. Бұл жолы әлсіздік емес, бұл қабылдау еді. Жауап беру емес, еріксіз сену. Сол түні ол арғаш рет сүйіспей ұйықтады. Бірақ бұл үнсіздік тыныштық еді. Екі жүректің дауыссыз келісімі. Айман үшін күндер бұрынғыдан баяу өте бастады. Таңертең күн сәулесі перденің арасынан сағалап бетіне түскенде төсектен асықпай тұрып, қарнын сипап күлімдейтін болды. Жатыр ішінде бір ғана ұрық енді оның әлемінің орталығы еді. Бірақ көңіліндегі тыныштықтың астында уайым жасырын тұрды. Түндерде кейде шошынып оянатын. Қанша күшті болуға тырысса да, бала мәңгілік жауапкершілік, мен дайынмын ба деген ой мазалап, жүкті әйелдер туралы кітаптардан көп іздейтін. Серік жиі келіп тұрды. Қолында бірде жеміс, бірде дәрумендер, көзінен ешқашан жалығу байқалмайтын. Бірде Айман,
Баламыз қандай болар екен деп күлді. Саған ұқсаса әзілі көп болар деп жымиды Айман. Маған ұқсамасын, саған ұқсасын, сабырлы, ойлы, әдемі деп шын жүректен айтты. Айман бұл сөзге тек жымиып қойғанымен жүрегі дір етті. Серіктің аузынан шыққан әр жылы сөз ішіндегі күдігін біртіндеп ертіп жатты. Бірақ жүрек оңайлықпен толық сенбейді. Жараланған көңіл оңай жазылмайды. Бір күні Айман ертеңгілік шай үстінде Серік, неге біз үйленуіміз керек? Мүмкін жай ғана бірге бола берсекше? Деп сұрады. Серік үнсіз қалды. Сосын баяу. Себебі мен сені жай ғана бала көтеріп жатқан әйел ретінде емес, өз өмірімнің жалғасы, жұбайым, серігім ретінде көремін. Айман, мен сені сүйемін. Сенімен ұйықтап қана қоймай, оянғым келеді. Қартайғанда да шайыңды ішіп немеремізге ертегі айтып жатсам деймін. Айманның көзі жасаурап кетті. Ол сөзсіз ақ түсінді. Бұл адам енді кетпейді, себебі ол жай қызығушылықпен келген жоқ. Ол бірге өмір сүру үшін келген адам. Келесі аптада олар екі жақтың үлкендеріне шағын құдалыққа жинады. Шымылдық артында отырып, Айман бұрынғы Айман емес екенін сезінді. Бұл өмір енді тек өзінікі емес, ішіндегі тіршілік, жанында тірек. Сол күннің кешінде Серік екеуі баланың бөлмесіне арналған кішкентай арбаның суретіне қарап отырып, өздері де байқамастан болашақты жоспарлап отырды. Үйлену тойы үлкен тойхана, ақ көйлекпен шоу-бизнестегі асабалармен өтпеді. Айман да, Серік те керемет салтанаттан бұрын шынайылықты қалаған шағын дәмханада тек ең жақын адамдардың ортасында өтті. Бірақ ол кеш Айманның жүрегіндегі ең жылы естелікке айналды. Айман ақ емес, крем түсті, қарапайым, бірақ талғанмен тігілген көйлек киді. Шашы табиғи қалпында жайылған. Серік оны көргенде біразға дейін үнсіз қалды. Тек көзімен ұзақ қарап тұрып, міне, менің бақытым деді жай ғана. Сол сөз Айманның ішіндегі соңғы үрейді де ертті. Бақыт деген сөзді оған ер адам алғаш рет осылай сеніммен айтты. Той үстінде туыстар ән айтып, тілек тілеп жатты. Бірақ Айман бір сәтке бәрін естімей қалғандай күй кешті. Оның ойында тек ішінде бүлкілдеп жатқан кішкентай жүрек және қарсы алдында отырған жымиған Серік. Кешкісін екеуі жалдамалы пәтерлерінен шықпай, жаңа төсекке алғаш рет отбасы ретінде көз тастады. Екеуі үнсіз жатты. Бірақ бұл үнсіздік бір-бірін түсінудің, сенудің белгісі еді. Серік Айманның алақанынан ұстап, енді біз үш адамбыз деді. Иә, деп сыбырлады Айман. Бәрі жаңа басталып жатыр. Сол түні олар алғаш рет күйеу мен әйел ретінде бір-біріне ашыла түсті. Бұрынғы махаббат толы сезімнің орнын енді терең жақындық, қамқорлық пен толық сенім алмастырды. Серік еш асықпады. Айманның ішіндегі сәби бар екенін біле тұра, ол әр қимылын ақырын, аса бір мейіріммен жасады. Оның сүйген жері тән емес, жан еді. Ол Айманды әр рет сипағанда, сен менің ең нәзік бағымсың дегендей сезіммен қарады. Айман алғаш рет өзін әйел ғана емес, ана, жар ретінде толығымен қабылдады. Жыныстық қатынастың өзі енді екеуара ләззат емес, екеуара сенімге айналды. Күздің соңғы күндерінің бірі болатын. Аспанды сұр бұлт жапқан. Айман ішін екі қолдап терезеден сыртқа қарап отырды. Сол күні кенеттен толғақ басталды. Айналада ақ халаттылар, шамның суық сәулесі, бейтаныс дауыстар. Бірақ Айманның естейтін тек жүрек дүрсілі, сәбидің емес, өзінің. Сол бір сәтте уақыт тоқтағандай болды. Шаршаған, жылаған, терлеген, бәрі ұмыт қалды. Себебі шыр еткен үн естілді. Сол сәт Айман үшін жаратылыстың үнінде естілді. Жаңа өмірдің, жаңа үміттің, жаңа бастаманың үні. Сәбиін алғаш рет құшағына алғанда көзінен аққан жасы сәбидің бетін жуды. Оның жүрегі кеудесіне симай кеткендей болды. Біреу соншалықты сүйе алатынын білмепті. Көп замай Серік палатаға кірді. Қолында кішкентай раушан, көзінде жарық. Айман, деді ол басын иіп, рахмет. Сен мені шын өмірге әкелдің. Ол баланы қолына алды, кішкентай саусақтарын ұстап тұрып, мына кішкентай алақан менің бүкіл ғұмырым деді ақырын. Айман күлімсіреді. Оның жанары шаттық пен шаршау араласқан, бірақ бәрінен бұрын ана мейіріммен нұрланған. Сол түні Айман ұйықтамай жатты. Перзентхананың төсегінде емес, жүрегінің ең терең түбінде тыныштық, риясыз махаббат ұялады. Ол енді ана, ол енді жалғыз емес, ол енді шын бақытты. Айман үшін өмір енді басталды. Тек енді ғана, шын мәнінде.